Екі жақты диалогтың орнына қысым, пікірталастың орнына қорлау орын алуда. Факт емес, манипуляция алға шығуда. Бұған нақты мысалдар жеткілікті. АЭС мәселесі, жаңа конституция төңірегіндегі талқылаулар, қазіргі үй жануарларына жауапкершілікпен қарау туралы заң жобасы, осының бәрінде бір сценарий қайталанып отыр. Соңғы жағдай бойынша және бір мысал. Әлеуметтік желілерде, соның ішінде Фейсбукта жазылған пікірлердің бір қатарында депутаттарды, оның ішінде Жаңбыршин, Пономарев сияқты әріптестерімізді атымен атап, оларға қатысты тікелей зорлық-зомбылық жасауға, тіпті атып өлтіруге шақырулар айтылған. Бұл жай эмоция емес, бұл құқықтық баға беруді қажет ететін нақты әрекет. Қақтығыс тек депутаттар мен жекелеген азаматтар арасында ғана емес, осы заң жобасын қолдаған және қарсы болған топтардың арасында да қауіпті деңгейге дейін ушығып отыр. Мұндай әрекеттердің құқықтық шегі бар. Жек көрушілік тудыру, араздық қоздыру, зорлық-зомбылыққа шақыру, бұлар заңмен тікелей тыйым салынған әрекеттер. Сондықтан мұндай фактілерге құқық қорғау органдары нақты құқықтық баға беруге тиіс. Өйткені бұл жай пікір емес, қылмыстық жауапкершілік туындататын әрекет. Ең алаңдатарлығы, осындай тақырыптардың айналасында әдейі қоғамды бөлуге тырысатын, әлеуметтік алауыздықты қоздыратын мәлімдемелердің көбеюі. Бұл кездейсоқ құбылыс емес, қоғамдық пікірді басқарудың қауіпті тәсілі. Мемлекеттік институттарды жаппай қаралау, қоғамды бір-біріне айдап салу, бұл сөз бостандығы емес, бұл жауапсыздық. Сондықтан менің ұстанымым айқын. Біз заң мен тәртіп қағидатын сөз жүзінде емес, іс жүзінде қамтамасыз етуге міндеттіміз. Қоғамдық талқылау болуы керек, бірақ ол жауапкершілікпен жүргізілуі тиіс. Сын болуы керек, бірақ ол дәлелге негізделуі тиіс. Келіспеушілік болуы мүмкін, бірақ ол заң аясында шешілуі тиіс. Бізде бұл үшін барлық институционалдық тетіктер бар. Нақты мәселе алаңдатқан адам диалогқа келсін, ұсыныс берсін, бақылауға қатыссын. Бұл дұрыс әрі нәтижелі жол. Біз құқықтық мемлекетпіз, ал құқықтық мемлекетте бір ғана өлшем бар. Ол заң. Сондықтан әркім өз сөзі мен іс әрекетіне жауап беруі тиіс. Біздің міндет эмоцияға ермеу, қоғамды бөлмеу, керісінше біріктіру. Күшті мемлекет тәртіп бар жерде құрылады. Күшті қоғам жауапкершілік бар жерде қалыптасады. Біз дәл осы жолмен жүреміз. Сондықтан мен осы үндеу арқылы барша азаматтарды заң мен тәртіп қағидатын қатаң ұстануға, әр сөз бен әрекетке жауапкершілікпен қарауға шақырамын.